Сәлем достар, сіздермен Айзада. Бүгін біз сіздермен өте оңай, жеңіл жасалатын әрі дастархандарыңыздың сәнін кіргізетін осындай Pringles салатын жасайтын боламыз. Ең бірінші ол үшін бізге екі қиярымызды аламыз. Екі қиярымызды алып, дәл осы видеода көрсетілгендегі барлығын төрт бұрыштығы біркелкі қылып турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін осылай піскен етімізді алып дәл солай турайтын боламыз. Мен етімді алдын ала суда пісіріп алған болатынмын. Етіміздің барлығын турап болдық. Ендігі кезекте мен екі жұмыртқамды суға асып алған болатынмын. Ағы мен сарысын екіге бөліп аласыздар да, жұмыртқаның ағын дәл солай қылып төрт бұрышты қылып турап шығасыздар. Одан кейін оның үстіне осындай жүгерімізді саламыз. Және екі үлкен қасықпен екі қасық майонезін салып, кішкене араластырамыз. Салатымыздың үстіне шым-шым тұзымызды салып, барлығын біркелкі қылып араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін тарелкамызға орналастырамыз. Одан кейін сәндік үшін жұмыртқамыздың сарысын өстіп біркелкі қылып үгітіп аламыз және бетін сәндейміз. Одан кейін магазиннен осындай Pringles чипсын алып сәндейміз. Мінеки біздің салатымыз дайын болды, өте оңай. Егер де менің рецептім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.